Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті отандастар. Бүгін 2021 жыл 7 мамыр. Алматыдағы Қытай консулдығының алдында 89 күннен бері өз наразылықтарын білдіріп, Қытай үкіметінен жақындарына араша сұрап, тез арада Қазақстанға жіберуін талап етіп келген аналарымыз өз наразылықтарын жалғастыруда. Өкінішке орай, осы соңғы күндердегі біздің осы наразылықтарымыздың толығы осы эфирде шықпай қалып жатыр. Даусымыз естілмей, телефонымыз қайта-қайта қатып қалып жатыр. Дәл қазір сіздерменен осы видео сұхбат болып жатқан құрылғы ол менің осыдан 4-5 жыл бұрын сатып алған iPhone 7 Plus деген құрылғы. Әрине бұл құрылғы ескірді. Бірнеше рет осы Қытай консулының алдында жерге құлады. Енді қазір осы тікелей эфир кезінде бірдем дауыс естілмей қалады, бірдем қатып қалады. Енді осы апаларымыздың Қытай консулдығы алдындағы жағдайынан күнделікті сапалы хабар тарату мақсатында мен бір жаңа телефон сатып алуды ұйғардым. Соған сіздер мүмкін болса көмек жасап жіберсеңіздер. Себебі 3 ай бойы осы кісілердің қасында шақпалап жүрген менің қосымша табысым да жоқ. Және осы телефон сатып алу ол мағанда қиыншылық тудырып отыр. Сондықтан сіздердің кішкене қаржылай көмектеріңізге мұқтажбыз. Осы уақытқа дейін қолдап келген баршаңызға рахмет. Барлықтарыңыздың қолдауларыңызға рахмет, алғысымыз шексіз. Рахмет.